Қуырып, қайнатуды қажет етпейтін өте оңай дәмді қыстық салат дайындаймыз. Барлық көкөністерімізді видеода көрсетілгендей турап аламыз. Татымына қарай тұзымызды қосамыз, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астында жазылуы тұр. Банкілерімізді алып, лавр жапырағы, қара бұрышымыздан 3-4 дана салып, дайын болған салатымызды банкілерімізге тығыздап салып шығамыз. Банкімізді булаудың қажеті жоқ, осылай барлығын салып аламыз. Өте оңай балығын күйінше сақталатын дәмді салаттардың бірі. Енді 1 шай қасықтан қантты салып шығамыз. Қалған сокты барлық банкімізге бөліп құйып аламыз. Өте керемет болып шығады. Менің YouTube арнамнан басқа да рецепттерді таба аласыздар, сондықтан кіріп қарап көріңіздер. Сөрелімізді алып, астына мата төсейміз, суымызды құйып, банкілерді салып, 30-40 минут аралығында орташа отта қайнатамыз. Дайын болған салатымызға 1 шай қасық уксустан құямыз, жақсылап аузын жауып, жылы жерде сақтаймыз. Міндетті түрде жасап